Құрманың емдік қасиеті мен пайдасы. Соңғы жылдарда жүргізілген зерттеулер нәтижесінде құрманың көптеген қасиеттері ашылған. Әйгілі мамандардың айтуынша, құрма лиф, минерал, фенол тұрғысынан әрі натрий, калий, магний, кальций, темір, фосфат секілді минералдарға өте бай. Атап айтқанда, ол құрманың қасиеттерін былай жүйелеп көрсеткен. Протеин, май, көмірсуын үшеуін қатар қамтитын бірден-бір жеміс. Жас құрма теріге оң ықпал етеді, жүктілік пен күнге күйеуде түскен дақтардан кетіреді. Құрмадағы темір қан астыққа пайдалы. В1, В2 дәрумендерінің қатар кездесуі бауырды сауықтырады. Тамақ ауруына жөтелге пайдалы. Қатерлі ісіктен сақтайды, жүрек қан тамырларына таптырмайтын ем. Құрамында фосфор мен кальцийдің молдығы сүйек ауруларынан қорғайды. Жүйке жүйесінің шаршауын басады. Мидың жұмыс істеу қабілетін күшейтеді. Ас қорытуға пайдалы. Тойымдылық қасиеті өте жоғары. Балғын құрманың бойында 60-65% қант болғанына қарамастан адамды семіртпейді. Жеңіл босануға септігін тигізеді. Сонымен қатар, құрмада ағзаға тез сіңетін және де жылдам ыдыраушы қант шырыны бар. Ол ағзаның белсенділігін арттырып, жылу күшімен қамтамасыз етіп отырады. Құрмадағы қант шырыны ағзада қант құрамын мөлшерден асырушы кәдімгі қанттан, глюкозадан айырмашылығы көп. Қан құрамындағы қанттың көтерілуі бірнеше сырқаты бар жандар үшін өте қауіпті. Соның ішінде қант диабеті кезінде. Қан құрамында қанттың көбеюі ішкі ағзаларға зиянын тигізеді. Ең бірінші бүйректің, көздің, жүрек бұлшық етінің, жүйке талшықтарының қызметі бұзылады. Қанттың көбеюі нәтижесінде көптеген аурулардың ауыр түрінің себебі және де көру қабілетінен айырылуға, мүшелердің жансыздануына, бүйрек ауруына және де қант диабетінің ауыр түріне апаруы мүмкін. Адам мен құрманың ұқсастығы. Адам секілді құрма ағаштарының да орташа жасы 60-70 жыл, ал ең ұзақ ғұмырлысы 100-110 жыл. Адам секілді құрма ағашының ең жемісті кезі 15-45 жас аралығында болады. 60 жастан кейін жеміс бермейді. Құрма ағаштары да адам секілді аталық-аналық болып бөлінеді. Адам шашы тәрізді аталығының жапырағы тік және қысқа болса, аналық құрманың жапырағы ұзын және төмен қарай жайылып өседі. Олар өзге өсімдіктер секілді тозаңдау жолы арқылы емес, ұрықтандыру арқылы көбейеді. Аталығының ұрығын алып, аналығына салып, қолдан ұрықтандырылады екен. Жас ағаш ананың құрсағы секілді бүйірінен томпайып өсіп шығады. Белгілі бір уақыттан кейін ол аналық құрма ағашының бүйірінен бөліп алынады да жақын жерге отырғызылады. Егер анасынан алыс жерге отырғызылса, өліп қалады екен. Адам басы секілді құрма ағашының да жоғары жағында жұмыр атты домалақ басқару жүйесі орналасқан. Басқа ағаштардың жоғарғы жағын кесіп алып тастасаңыз, жаннан бұтағын жайып өсіп кете береді. Ал құрма ағашы олай емес. Жұмырасын кесіп тастасаңыз, ағаш қурап кетеді, яки өліп қалады. Адам сусыз өмір сүре алмайды. Құрма ағашы да басқа ағаштарға қарағанда суды көбірек қажет ететін өсімдік. Ағашты күніне суарып тұру қажет. Күніне 3 құрма жеудің пайдасы. Құрма құрамында калий мөлшері өте көп. Ол жүректің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Бұл өз кезегінде жүрек аурулары мен талмасының алдын алады. Құрмалар бауырды токсиндерден тазалауға көмектеседі. Сондай-ақ цирроздың пайда болу қатерін төмендетеді. Құрмалар көз жанарының көру қабілетін жақсартуға қабілетті. Себебі құрмада А дәруменінің мөлшері өте көп. Егер өзіңізді сергек әрі қуатты сезінгіңіз келсе, құрма жеп тұрыңыз. Бар болғаны 3 құрма жесеңіз, бір күнде жетерлік энергия аласыз.